Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі ауызашарға өзбекше шашпа палау дайындайтын боламыз. Және оған ерекше дәм беретін ачечук салатын әзірлейміз. Тағамға қажет заттар: ет, сары сәбіз және лазер күріші. Сиырдың жас етін аламыз 500 грамм. Осы тағамға арнап Өзбекстаннан келетін сары сәбізді алып келдім. Мінекей осындай турап дайындап қойдым. Ал лазер күріші Ташкенттен келеді бізге. Астанада килограммы 1200 теңге тұрады. Сондай керемет шашпа палауға арналған. Қызып тұрған тапамызға өсімдік майын құйып, турап қойған пиязымызды қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Пияз қызара бастаған уақытта турап дайындап қойған үстіне етті саламыз. Енді пиязбен бірге етті жақсылап қуырамыз. Отты азайтпаймыз, өйткені ет бірден майға шыжғырылу керек. Етіміз 10-15 минуттай қуырылды. Енді 2 шай қасық тұз саламыз және дәмдеуіштер қосамыз: зира, куркума, паприка, кориандр. Қара бұрыш қосамыз және аздап қызыл бұрыштан қосамыз. Егер қызыл бұрыш ұнамайтын болса, қоспай қоюға да болады. Барлығын етпен бірге қуырылып жатқан араластырып, қақпағын жауып әрі қарай тағы да бұқтырамыз. Мінекей 25 минуттай етіміз бұқтырылды. Үстіне турап қойған сәбізімізді саламыз. Сәбіз қатты шыжғырылып кетпеу үшін 150 граммдай су құямыз. Енді қайнағанын күтеміз. Міне қайнады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ет пен сәбізді. Тағы да 5 минуттай қақпағын жауып қуырамыз. Суы тартыла бастады. Сәбізде босады. Енді күрішті де дәл осы кесемен өлшеген болатынмын. Күрішке сәйкес 3 кесе су құямыз. Енді араластырамыз. Қайнағанын күтеміз. Қақпағын жауып. Мінекей су қайнады. Дәмінің татымын көреміз. Егер тұзы аз болса, үстіне тұз саламыз. Менде тұзы аз болғандықтан тағы да 2 шай қасық тұз салдым. Енді жуып дайындап қойған күрішімізді саламыз. Лазер күрішінің басқа күріштерге қарағанда сапасы өте жоғары. Осындай палау пісірген кезде, өте тамаша қонақтарға пісіріп ұсынған кезде осы күрішті міндетті түрде пайдалануға ұсынамын. Мінекей тамақ қайнап жатыр. Суы тартылғанша қақпағын жаппай ашып қоямыз. 4 тісше сарымсақты осылай күріштердің арасына салып батырып жібереміз. Сарымсақ өте ерекше дәм береді күрішке. Енді суы тартылып қалды. Қақпақты жауып пісіреміз. Орамалмен бүркейміз жақсылап. Қазанның астындағы отты өте жай қоямыз. Шашпа палауымыз дайын болғанша тәбет ашатын және палауға өте жақсы үйлесетін ачечук салатын дайындап жіберейік. Бұл салатта өзбек халқының салаттарының бірі, дәстүрлі кухнясынан келген. Әрине бұл салаттың орнына басқа да көкөніс салаттарын ұсынуға болады палаумен бірге, бірақ осы салаттың дәмі палауға ерекше үйлеседі. Бұл салаттың құрамы 3 қана көкөністен тұрады: қызанақ, қызыл пияз және ащы бұрыш. Қызанақтарымызды турап, қызыл пиязды жартылай сақиналы қылып осылай турап аласыздар. Егер ащы бұрышты қоса алмайтын болсаңыздар, оның орнына құрғақ ащы бұрышты да қосуға болады. Тұз саламыз, қара бұрыш және аздап зәйтүн майын құямыз. Енді салатты жақсылап араластыру керек. Осы 3 көкөністің дәмі бір-бірімен араласып үйлесуі тиіс. Салатымыз дайын болды.
Әзірге тамағымыз піскенше тоңазытқышқа қойып қояйық. Тағамымыз дайын болып қалды. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қандай керемет, өте тамаша сары сәбізбен піскен ерекше палау дайын болды. Өзбектердің өздері таң қалып қалатындай палау болды. Лазер күріші жоғарғы сапалы күрішке жатады. Оның ерекшелігі піскен уақытта күріш шашырап, бір-біріне жабыспай, нағыз шашпа палау болып дайындалады. Әсіресе қонақ күткен уақытта, егер шашпа палау жасайтын болсаңыздар, осы лазер күрішінің сортын алғандарыңыз дұрыс. Ауызашарға да аз уақыт қалды. Дастарханға дайын болған тағамдарымызды ұсына береміз. Керемет шашпа палауымызды және ачучук салатымызды қосып ұсынамыз. Ауыз бекіткен барша жан, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі дайындаған тағамымыз осындай болды. Астарыңыз дәмді болсын.